Философ, математик, музыка теоретик, шығыстан шыққан ғалым, ортағасырлық шығыс философиясының аса көрнекті өкілі. Шығыстың көрнекті ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби Арыстың Сырдарияға құятын тұсындағы Фараб қаласында дүниеге келген. Қазір бұл қала Түркістан облысы Отырар ауданына қарайтын Отырар қаласы. Әбу Насыр ғылымға Отырар қаласында жүріп аяқ басады. Ол аталмыш қалада 20 жасына дейін тұрып, әлемдегі кітаптар мен қолжазба саны бойынша сол кездегі екінші орындағы кітапхананың атақты Александрия кітапханасынан кейінгі философиялық және ғылыми бағыттағы бай мұрасымен танысуға мүмкіндік алады. Кейін Әбу Насыр Бұқара, Самарқанд қалаларында білім алып еңбек етеді. Көп жылдар араб халифатының саяси және мәдени орталығы болған Бағдат қаласында тұрған. Ол өмірінің соңын Каир, Алеппо және Дамаск қалаларында өткізіп, ел арасында зор құрметке ие болған. Әл-Фараби 950 жылдың желтоқсан айында 80 жасында Дамаск қаласында дүние салды. Әл-Фараби соңына ғылымның сан саласын қамтитын 200 трактаттан тұратын мол мұра қалдырып кетті. Оның ең танымал трактаттары кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындарының көзқарасы туралы трактат, философиялық трактаттар, музыканың үлкен кітабы. Бұл шығармалар оны орта ғасырлық Европаға танымал етті.